Құдайдың құдіреті, Аллах тағала кейбір адамдарды сондай бір қатты сынауда, ол адамдар ең жақсы болған амалдарды ең жаман амалдардан деп, ең жаман амалдардан болғандарды ең жақсы амалдардан деп түсініп жүргендері. Ең өкініштісі, сол адамдарды Алланың діні болған исламға шақырсаң, ақиқатқа шақырсаң, ол адамның да бір өз ақиқаты, бір өзің шындығы бар. Бірақ бұл ақиқаты, шындығы еш нәрсеге негізделмеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтқандығы секілді, кім Аллаға, оның пайғамбарына жақындаса, ол адамдардың ішінде бөтен болады деген. Шынымен де қазір дін ұстанған адамдарды қор көретін, дін ұстанған адамдарды бейшара көретін, дін ұстанған адамдарды жек көретін адамдар да өте қатты көбейді. Қазір мешіттерге барып сабақ алушылардан қарағанда, сол бір тойханаларға барып, сол бір концерт залдарға барып, азғындардың әндерін тыңдайтын, неше түрлі боғауыз сөздерді рахаттана тыңдайтын, құлақтарына құлақ қаптарын киіп, неше түрлі рептерді, неше түрлі мағынасыз әуендерді тыңдайтын жастар да көбейіп келе жатыр. Бұрын Даджал келген кезде адамдардың көбісі оның артынан ілесіп кетеді деген кезде біз ойланушы едік. Қалай адамдар мұсылман бола тұра, оның Даджал екенін біле тұра, оның артынан ойланбастан ілесіп кетеді. Сөйтсек, қарапайым бір мысал, қазір неше түрлі ағымдар бар, неше түрлі азғындар бар, қаншама бауырларымыз солардың артынан фанат болып, ілесіп, ақиқаттан жалтарып жүргенін көрген кезде, қарапайым бейшара бір күнәһар адамның артынан азғындыққа ілескендігін көріп, ертең сондай бір қолында керемет күші бар, сиқыры бар Даджал келген кезде, оның артынан ойланбай ілесіп кететін адамдардың қарасының көп болатынын түсіндік. Алла бізді олардың қатарынан етпесін. Ең кереметі, Аллах тағала Құранда «Ла икраха фид-дин», дінде зорлық жоқ. Адам баласы шынымен бір оңашаланып отырып, ақылын басына алып тұрып, не үшін жаратылғандығын, кім жаратқандығын және кімге қайтатындығын ойланатын болса, бүкіл сұрақтардың шешімі, түйіні осы жерден табылатын еді. Қазір интернетте де, мешітте де уағыз айтып жатқан имамдарымыз, ұстаздарымыз көп. Алла олардан разы болсын, істеріне береке берсін. Бірақ сол имам ұстаздарға айтарым, қазір құлықсыз болған, ақиқатқа ниетсіз болған адамдарды қинап уағыз айтудың, қинап намазға шақырудың қажеті жоқ. Егер ол адамның сенің айтып жатқан сөзіңді көтеретін ақылы болмаса, тек қана сөз шығыны болады. Кейбір адамдарға ақиқатты көрсету үшін, ақиқатты дәлелдеу үшін тырыссаң, бірақ ол адамның тарапынан ақиқатты түсіне қалайын, шынымен осы не деп жатыр, шынымен осы нәрсені бір түсініп көрейін, толық бір естіп көрейін деген ниеті де жоқ. Тек қана өзінің қисық пікірін айтып, сөзіңді бөлгеннен басқа еш нәрсе тындырмайды. Пайғамбарымызға Жәбірейіл періште келіп, «Айш ма шитта фа иннака майит», қалағаныңша өмір сүр Мұхаммед, сен түбінде бәрі бір ажал құшасың деген сөзді айтқан. Біз де сол сөзді айтудан танбаймыз. Кім қалағанша өмір сүрсін, қалаған адам намаз оқысын, қалаған адам оны қаламаса намаз оқымай ақ қойсын. Әркім өз білгенін істесін. Бірақ Аллах тағала Құранда Аллаға қайтатын қиямет күнінен қорқыңдар деген аятын насихат ретінде айта кетейін. Ақылдарыңызды бастарыңызға алып, не үшін жаратылғандарыңызға есеп беріп көріңіздерші ағайындар.